балама жұрттың балдарына қарашы. Қазақ қашанда баласының биіктен көрінуін қалаған халық. Үнемі алға ұмтылу үшін жігерін қайрап, жақсы дүниені айтып тәрбиелеп отырады. Алайда ата-аналар кейде дұрыс тәрбие берем деп балаға өзі қатарлы жетістікке жеткен жұрттың баласын үлгетіп жатады. Көпшілік осы ұстанымға қалай қарайды екен? Баласына жұрттың баласын айта ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Мен баламды олай тәрбиелеген емеспін. Жалпы осындай тәрбиеге қалай қарайсыз? Қарсымын. Кейде болады, бірақ мен өзгенің баласын емес, біздің ұлы тұлғаларды мысалы келтірем да. Мысалы сабақ оқысаң, біздің жаңағы Абай атамыз сияқты. Айтып отырам балаларыма. Құдай қаласа 6 балам бар, 6 баламның 6-ын айтып отырам. Болған жоқ. Айта алмаймын. Жауап бере алмаймын. Кешіріңіз. Көргеніміздей балаға өзгені үлгі ететінде, оған мүлде мән бермейтін де ата-ана бар. Бірақ психолог мамандар баланы өзгелермен салыстырса, өзі қатарлардың үлгілі ісін үнемі айта берсе, жеткіншекте сенімсіздік пайда болады дейді. Ата-ана енді күнде-күнде салыстырып отырса, бала қандай болып өседі? Ол да өзінің жан-жағына қарап, өмір бақи солай өзін салыстырып жүреді. Бұл жерде мен ойлаймын, негізі баланың кінәлі сезімі ішінде көп болады. Чувство вины деп айтамыз, қазақша, орысша айтқанда. Тағы да айтсақ, самооценка дейміз. Өзінің өмірге деген қалыптастыру бағыты, көзқарасы, өзі туралы көзқарасы, оның өте төмен тұрғыда болады. Тағы бір үшінші мәселе, ол бала өзінің шекарасы деп айтамыз да, личной границы. Соны өзіне қалыптастыра ала алмайды. Баланың бойында көп нәрсе туа бітпейді. Байыпты мінез-құлық, лидер болу тәрбиеден қалыптасатын дағды. Ал мұндай кейбір қасиеттерді балаға сіңіру әрине ата-ананың қолында. Бірақ олар тәрбие үшін өз баласына үнемі өзгенің жеткен жетістігін айта берсе, қызғаныш тууы да ғажап емес дейді психологтар. Оның үстіне мамандар қазіргі кезде балалардың ойлау қабілеті мүлде өзгеше екенін айтады. Көбінесе қазіргі балалар сезімтал. Олар өздерінің шекарасын жақсы қорғай біледі. Мысалы, ата-анасы оған салыстырып, өзгерткісі келіп, оның өзінің мнениесін қатты требовать етіп, жаңағы өзіне сен былай істеп жатқан жоқсың, былай істе деп қатты нақ айтатын болса, ол кезде жаңағы балалар өзінің шекарасын жақсы қорғай біледі. Мама, сен дұрыс айтып жатырған жоқсың, былай емес, мен шекарамды бұзып жатырсың, мен былай істеуге тиісті емеспін деп өзінің жеке тұлға екенін көрсете біле алады. Сонымен балаңыздың намысын қайрап жігерін жаныңыз келсе, өзгені үлгетпес бұрын бойындағы қабілетін аңғарыңыз. Өйткені басқаға берілген қасиет сіздің балаңызға берілмеуі мүмкін. Сондықтан жұрттың баласымен салыстырмай-ақ балаңыздың өзгеше қырларын танып, соған бейімделуге әрекет еткеніңіз жөн. Маржан Нүсіпбек, Сапархан Ғабжалелов, арнайы Қайырлы таң үшін.